Қарымды қаламгер, драматург Елен Әлімжан 80 жаста. Мекемтас Мырзахметұлын көпшілікке танытқан тұлға бүгін өңірлік оқырман қауыммен кездесіп ой бөлісті. Толығырақ тілші тарқатсын. Биыл аймақта Жамбыл кітап оқитын жобасы бастау алды. Аталмыш бастама аясында облыс аумағындағы кітапханалар мен мәдени мекемелер ауқымды шаралар ұйымдастырып келеді. Солардың бірі жазушымен біргін жобасы. Бүгін осы орайда Елен Әлімжанмен кездесу ұйымдастырылды. Әлімжан Елен Әбдуатұлының 80 жас мерейтойы аясында керемет азамат қаламгер тұлға атты көркем ой кешін ұйымдастырып отырмыз. Бұл кеш біздің жергілікті өзіміздің ақын жазушыларымызды жас өскелең буынға насихаттау және де олардың шығармаларын таныстыру мақсатында жазушымен бір күн деген бізде керемет жоба бар. Сол жоба аясында өткізілгелі отыр. Қазақ прозасы мен журналистикасында өшпес із қалдырған тұлғаның тағылымы тарих қойнауынан өшпек емес. Құрмет орденінің иегері, кештің қадірлі қонағы көпшілік оқырман қауымға ізгі тілегін білдірді. Қаламгер баршаны кітап оқуға шақырды. Бұл әлемдегі халықты өз екі бөлуге болады. Біреуі кітап оқитындар, біреуі кітап оқымайтындар деп. Сол кітап оқитын қалдардың қатары көбейе берсін деймін. Кітап оқыңыздар. Ғылым да кітапта, білім де кітапта, рухани жаңғыру да кітапта. Кездесуге жиналғанда жазушыға айрықша ықыласы мен зор құрметтерін көрсетті. Қаламгердің тұрақты оқырмандары да жиында бой көрсетіп, жазушыға ыстық ықыластарын жеткізді. Жалпы Елен Әлімжан ағамыздың шығармасын бала күнінен жастанып оқитын оқырмандарының бірімін. Жалпы ұстаз ретінде айтар едім, бүгінгі оқушыларға Абайды танудың жаңа қырын, жаңа тепшегін жасап берді. Алтын жүлге шығармасы арқылы мекемтас танудың негізін қалады. Мерейтойлы іс-шара барысында жазушы оқырмандармен сұхбаттасып сырласты. Әсем әндер шырқалып, қаламгердің туындылары да талқыланды. Кітапхана қызметкерлерінің айтуынша, өңіріміздің ардақты азаматтарын дәріптейтін мұндай жобалар әлі де өз жалғасын таппақ. Нұрбақытым Сатилаұлы, Мейрамбек Сағанов, Нұрбол Құсалбек, 24 Ньюс.